Ислам дінінде намаздың оқылу тәртібіне аса қатты мән берілген. Осы орайда бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз намазда, қиямда тұрған намаз оқушының екі аяғын арасының ашық болуы қаншалықты болу керек, және бір намаз оқушы мен келесі намаз оқушының ара қашықтығы қандай болу керектігі жайында сіздермен талқылап өтсек деген ниетіміз бар. Әуелі Абу Хурайрадан, Алла одан разы болсын, жеткен сахих хадисті қарастырайық. Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай деген: намаздарында саптарында түзу қылыңдар, өйткені саптың түзу болуы намаздың көркемдігінен деп ескертіп айтқан. Яғни біздің сабымыздағы түзу болуымыз, бір сызықтың бойымен сабымызды түзу етуіміз, сондай-ақ ара қашықтықты дұрыс ұстауымыз, осының барлығы намазды көркем етеді. Джабир ибн Сумрадан, Алла одан разы болсын, жеткен мына бір хадисте ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сахабаларға былай деп ескертеді: сендер намаздарыңда тұрған кезде періштелердің Алланың құзырында сапты түзеп тұрғандай сияқты тұрмайсыңдар ма дейді. Сонда сахабалар сұрайды: уа Алла елшісі, періштелер Алланың құзырында қалай сапта тұрады дейді. Сонда пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сахабаларға былай деп жауап қайтарады: періштелер Алланың құзырында тұрған кезде бірінші сап толмай екінші сапқа өтпейді және ара қашықтықты жақын ұстайды деп айтқан. Келесі Ибн Омардан, Алла одан разы болсын, жеткен мына бір хадиске көңіл бөлсек, ол жерде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай деп ескертіп айтады: намаздарында сапты түзу қылған кезде ара қашықтықты жақын ұстандар, иықтарыңды бір-біріне жақындатыңдар және араларында бос орын қалдырмаңдар. Сондай-ақ шайтанға орын бермеңдер деп ескертіп айтады. Енді құрметті жамағат, құрметті бауырлар, жоғарыда айтылған хадистерді негізге ала отырып, мынау төрт мазхабта намаз оқу үлгісінде Малики және Ханбали мазхабтарына көңіл бөлетін болсақ, ол мазхабтарда намаз оқушының аяқ тұрысында, қиямда ара қашықтығы тым алыс емес және тым жақын емес ұстайды екен. Ал енді Шафии мазхабына келетін болсақ, ол жерде ара қашықтығы екі аяғын арасындағы бір қарыс. Біздің Абу Ханифа рахимахулла мазхабына сәйкес ең кемі бір елі қашықтықта, ара қашықтықта намаз оқушының аяғының арасы ашық болу керектігі екен. Және де аяқты тым ашық ұстау ол негізі дұрыс емес, ол сүннетке сәйкес емес. Ең дұрысы, ең абзалы, егер хадистерге сүйенетін болсақ, бір-бірінің арасын жақындату дегеніміз, яғни бір намаз оқушы бауырымыздың екінші намаз оқушы бауырымыздың арасындағы ара қашықтық, ол иық тіресіп оқу, яғни аяқты аяққа қосып емес, иықты тіреп оқуды білдіреді екен. Міне құрметті жамағат, осы нәрсені ескере отырып, сүннетке сәйкес намазымызды орындайық. Алла тағала баршамыздың құлшылық ғибадатымызды қабыл етсін.